киме деген сияқты нәрселер қоятын шығарсыз. Жоқ, Баласахан былай ғой, эфирға келеміз, Саддәулет. Түсімде Саддәулет көретін болып ше. Саддәулет ше. Надоел ше уже ше. Енді уәде беріп тұр енді қаншама адамдардың Мен көзінше. уәде бермейтін болып шештім қазір. Жоқ, Баласаханым өзі жарнамада ойы өзгеріп кеткен сияқты. Қалай? Неге екенін түсіндіріп айтайын. Баласаханым, қараңыз. Біздің таныстығымызға енді үшінші рет болып жатыр, Ера, жақсы көрем дейді. Бірақ мен толыққанды көзім жеткен жоқ. Ол біріншіден, екіншіден біз әлі жұп емеспіз. Үшіншіден, ол менің кәдімгідей досым. Ол біз телефонда түнде сөйлессек те, күндіз сөйлессек те, амандассақ та біз артық мен сені сағындым или бір бәле деген әңгіме тілімізден шыққан емес. Айтшы, Сәддәулет. Осы жердің хотя бы айтшы. Жоқ, ешқандай қате айтып отқан жоқсың, иә? Бізде тек қана звондасулар болсын, тек қана бір отбасымыз жайлы, анаң қалай, әкең қалай деген сияқты тақырыптармен біз тоқтаймыз. Бізде махаббат тақырыбы мүлде қозғалмайды. Мен наоборот айтамын, Ердәулет қалай жақсы ма, қалай өзің сенімдісің ба, до конца баратын сияқтысың ба деген сияқты нәрселер. Ол айтады, енді келді ғой қадам басып, мен көрем қадамдарын деген сияқты, тек қана Ердәулеттің бір жақсы жерлерін айтқан болатын Баласахан. Мен просто айтып отқан нәрсем, мына жерде достық бұзылып кетейін деп тұр да Баласахан. Просто қазір келіп кетіп қалса, екеуміз араласпай қалсақ, ол мен ертең саған кішкентай бала емеспін ғой, саған халық алдында уәде бересің, одан кейін Ердәулет кетіп қалғаннан кейін мен сенімен қалай дос боламын мысалға. Мен саған қазір айтып отқан нәрсем, просто ақылға сал. Просто қазір ақылыңа салып дұрыстап ойлан. Кетер, бірақ достық қалады. Садик болды, бір жерде бар ғой Баласахан, кішкене түсінікті нәрсе шығар негізі. Бағана ғана уәде беремдегі кім Аягөз уәдесін қайтып алып тұр да, негізі жарнамада бір екеуі ақылдасып алған сияқты, негізі ойласып алған сияқты ма? Қасыма жақындағанда жоқ жарнамада. Аягөз екі сөйлемесе, кім Ердәулет сен просто ортада ойыншық болып жатсың. Ердәулет просто өз күдігін айтып жатыр. Сәддәулет қоймайды. Саған айтып жатыр, сен тұрасың уәде бересің, уәдені қайтып аласың. Шынымен де бұл жерде бірдеңе дұрыс емес. Аягөз ондайды қою керек. Баласахан, мен Бекзатқа айта салайыншы. Бекзат, аузыңа байқап сөйле, кішкене Аягөзге андай бүйтіп екі сөйлемесе де, ол саған еркек емес, біріншіден қыз ол. Сол үшін не айтса да жарасады оған. Екі сөйлеме, анау-мынау, ол еркектерге айтсаң жарасады. Онда қара, бірақ қыз балаға өйтіп сөйлеме. Екі сөйлеген жараспайды жігіттерге, иә? Иә, жараспайды. Онда сен неге екі сөйлеп отырсың? Мен не деп екі сөйледім? Ортаға кірмейін дедің, бүгін кіріп отырсың. Мен кіріп отырмын ба? Кіріп отырсың ғой алдыңғы эфирде де айттым, мен кірген жоқпын орталарына. Мен қазір де айтып отырмын, кіріп отқан жоқпыз. Аягөздің тарапынан да, менің де тарапынан махаббат жайлы әңгіме шығып отқан жоқ. Біздің арамызда тек қана достық деген нәрсе ғана шығып отыр. Бекзат. Қара Ердәулет, просто сені қара, бұл жерде ойыншық қылып отыр, болды. Мен Аягөз алдайды деп ойламаймын мен. Сен просто алданып отырсың ғой именно. Ера бауырым, қош келдің, қалайсың, амансың ба? Мына жерде мен просто Аягөз түсінбей отырмын да, Аягөз сен халықты алдап отырсың ба, или мына жерде қатысушыларды, Баласаханымды алдап отырсың ба? Мына жерде былай ғой, Саддәулет келіп, Аягөз бұтың жап десе, бұтың жабасын. Аягөз отыр десе,